Баршаңызға қайырлы күн, есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында дәмі тіл үйретін керемет дәмді хот-дог дайындаймыз. Бисмиллах деп бастаймыз. Қамырына бізге жылы сұйықтық керек. 50 грамм сары майдың үстіне 100 грамм қайнап тұрған ыстық суды құйып ерітіп аламын. Араластырамыз. Салқын сары май, ыстық су, нәтижесінде жылы сұйықтық шығады. Жылы сүтімізге осы сұйықтығымызды қосып араластырамыз. Нәтижесінде біздің сұйықтығымыз жылы болуы керек, тым ыстық болмауы керек, тым салқын болмауы керек. Себебі біз ашытқы қосамыз. 2 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы қосып араластырамыз. 1 жұмыртқа қосамыз, 1 ас қасықты толтырмай тұз қосамыз. Венчикпен немесе шанышқымен мұқият араластырамыз. Сұйықтығымыз дайын, ұнымыз електен өткізіліп тұр. Сұйықтығымызды ұнымыздың үстінен құямыз, бастапқыда силиконды күрекшемен араластырып аламыз, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Ұнның құрғақ түйіршіктері қалып қалмауы керек. Мен цесна ұнын қолданып жатырмын. Төменде көрсетілген грамдармен жасап көріңіз. Артық ұн қоспаңыз. Рецептен ауытқымай жасасаңыз, керемет жұп-жұмсақ тоқаштар шығады. Құрметті көрермендерім, каналға тіркеліп алыңыз, видеоға лайк басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Қамыр жақсы көтерілу үшін ашытқының мерзімі өтіп кетпеген болуы өте маңызды. Осындай бір тегіс, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Көтерілген қамыр ыдысымыздан оңай ажырау үшін қамырымызға, ыдысымызға 1 ас қасық сұйық майды жағып қоямыз. Ауа өтпейтіндей бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа жібереміз. 150 градуста пешті қыздырып алдым. Кейін пешімді сөндіріп, қамырды жақсы көтерілу үшін осы пештің ішіне 1 сағатқа салып қойдым. Яғни пешіміздің іші ыстық болмауы керек, жылы болуы керек. Сонда қамыр керемет жылдам көтеріледі. 1 сағатта қамыр 2,5-3 есе көтерілді. Қамырымыз сондай үлпілдек, нәзік, қолға жабыспайды. Жұмыс істеу өте ыңғайлы. Өлшеп алдым, 1023 грамм шықты. Енді 10 бөлікке бөлемін, яғни әр бөліктің салмағы 100-102 грамм болуы қажет. Өлшеу міндетті емес, көз мөлшермен де бөлсеңіз болады. Кішкентай балаларға дайындағыңыз келсе, граммын азайтып, мини хот-догтар дайындаңыз. Әрбір бөлікті қамырды басып алмай дөңгелектеп аламыз. Бұл қамырдан тек қана хот-догтың тоқаштары ғана емес, бәріміз жақсы көретін бургерлердің тоқаштарын жасауға болады. Қаласаңыз, осы тоқаштарға бояғыш қосып, қызыл немесе қара бургерлер жасасаңыз болады. Қамыр дөңгелектерін 10 минутқа көтерілуге қалдырамыз. Бетін ауа өтпейтіндей, кеуіп қалмайтындай жауып қоямыз. 10 минутта аз ғана көтерілді. Енді аз мөлшерде ұн себелеп, оқтаудың көмегімен күш салмай сопақша етіп жаямыз. Видеода көрсетілгендей қамырдың екі жағынан 3 қайтара орап, баса отырып, қамырды біріктіреміз, сопақша формаға келтіреміз. Сонда хот-догтың тоқаштары өте әдемі болып формасын ұстайды. Барлық қамырмен осы процесті қайталаймыз. Қамырымыздың 2 шетін, яғни 2 ұшын осылай біріктірсек, тоқашымыздың формасы одан сайын әдемі болады екен. Көбірек адамға пайдалы болғым келеді. Осы видео басқа да көптеген адамдарға көріну үшін сіздің үлпіліңіз, пікіріңіз өте маңызды. Осы видеоны поделиться деген батырманы басып, әлеуметтік желілерде достарыңызға, туыстарыңызға жіберсеңіз болады. Каналға әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Тоқаштарымыздың бетін ауа өтпейтіндей етіп жауып, көтерілуге 15-20 минутқа қалдырамыз.
Осы уақытта тоқаштарымыз бір шама көтерілді. Бір жұмыртқаға бір шай қасық қант, бір шай қасық сұйық май қосамыз, араластырамыз. Осы сұйықтықты тоқаштарымыздың бетіне жағамыз. Қаласаңыз күнжіт себуге болады. Жұмыртқамызға қант және сұйық май қосқандықтан тоқаштарымыздың беті жып-жылтыр әдемі болып піседі. 200 градусқа дейін қыздырылған пеште 20-25 минутта пісіп шығады. Дегенмен әрбір духовка әртүрлі, сондықтан әдемі қоңырқай түс болғанға дейін пісіріңіз. Менің тоқаштарым небәрі 20 минутта пісіп шықты. Менде осындай молочный сосиски аз ғана қуырып алуды жөн көрдім, негізі міндетті емес. Үй жағдайында пісірілген тоқаштар енді керемет болып шығады. Қараңыздаршы, қандай үлпілдек, жұп-жұмсақ, ал дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ара тәріздес пышақтың көмегімен шетінен кесіп аламыз. Қаласаңыз тоқаштарды құрғақ табаға қыздырып алсаңыз болады, сонда хрустящий қытырлақ хот-догтар шығады. Майонез бен қыша тұздығын ыңғайлы болу үшін осындай қаптарға салып алдым. Хот-догтың негізгі салмасы ол осындай кәрісше сәбіз салаты және де сүтті шұжықшалар. Ал қалған салмаларды қалауыңызша қоса бересіз. Мен бүгін қияр мен қызанақ қосуды жөн көрдім. Салат жапырақтарын, айсберг салатын, тұздалған қияр қоссаңыз болады. Балғын қырыққабаттан салат жасап қоссаңыз болады. Мен нанның өзіне ешқандай майонез, кетчуп, еш нәрсе жақпадым. Өйткені менің сәбіз салатым сондай сочный, сол жеткілікті деп ойладым. Қыша тұздығы мен кетчупты осылай үстінен тамыздым. Шын мәнінде осы жеткілікті болды. Хот-догтарымыз өте дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындаңыздар. Табыс көзіне айналдырып дүкенге өткізсеңіз де болады. Видеоға лайк басып пікір қалдырыңыз. Дастарханыңыздан дәм үзілмес. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.